Өмір белестері әңгімесін қабыл алыңыздар. Алматы көшелерінің бірі. Көше қиылысының бір жағында көлік тоқтаусыз зуылдап өтіп жатыр. Енді бір жағында ұзын сонар жабайы базар жайылған. Әркім әртүрлі зат сатады. Біреу жәшіктердің үстіне футболка, трико жайып тастаса, қасындағы адам шұжықтың түр-түрін сатып тұр. Арырақта біреу алма, жүзім, банан сатып тұрса, оның қасындағы арзан аяқ киімдер сатып тұр. Жол бойымен өтіп жатқан адамдар бірі тоқтап алып жатыр, бірі басын бұрып қарамайды да. Бір кезде біреуі келе жатыр деп еді, барлығы жалма-жан заттарын жинап, қолтығына қысқандары, қолтығына қысып, тачкасын сүйрегендері, тачкасын сүйреп, жан-жаққа тым-тырақай қашты. Олардың көріп қойғаны анадайдан келе жатқан участковой еді. Осы тобырдың ішінде жасы 40-тардан асқан Гүлден де бар еді. Оның сататыны аяқ киімдердің ұлтарағы, неше түрлі шұлық, Қытайдың ала дорбасына бықсығын салып алып отырған жерінен алыстап барады. Барғанда да сол участковойдың қарасы көрінбей кеткенше біраз тентіреп жүреді. Ол кеткен соң өзінің орнына қайтып келіп отырады. Сол отырғаннан кешке дейін отырып, күн салқындағанда үйге қайтады. Кейбір күндері участковой қайтпай жүріп алады. Ондай күні ақша жоқ, үйіне қайтады. Гүлденнің Алматыға келіп, осы базарды жағалап жүргеніне де 3 жыл болып қалыпты. Алматыдан жарты сағаттық сырттағы ауылдардың бірінде 4 баласымен пәтер жалдап тұрады. Осыдан 5 жыл бұрын күйеуі тастап кеткен. 4 баласын әйелімен бірге тастап, өзі бір саудагер әйелдің қолына кіріп алған. 4 баласын асырап Гүлден қыста күннің суығында, жазда күннің ыстығында осылай жүргені. Үлкен ұлы биыл 8-ші сыныпта оқиды. Ерте есейген бала қалған бауырларына бас көз болып отырады. Кенже қызы да биыл мектепке барды. Оны да сабағына қарап оқытады. Кешке үйге келген кезде Гүлден тек тамақ жасап беруге ғана шамасы жетеді. Елмен бірге қашқан Гүлден алыстан қарап жүр. Участковой да асықпады. Әдейі солай істеп отырма, кететін түрі жоқ. Бүгін сауданың болмайтынын түсінген Гүлден үйіне қайтты. Ертерек барып тамағын істеп, ерте жатқысы келіп тұр. Осындай жүріске әбден шаршаған, басқа жұмыс тауып кеткісі келеді. Бірақ ыңғайын таппайды. Қасында киім сатып тұратын өзінен 4-5 жас үлкендігі бар Қалдыгүлге: ертең кешігіп келемін, баламның мектебіне баратын жұмыс болып тұр. Күн бұзылып тұр, жауын жаумаса екен. Жауса тағы сауда жоқ, қиын болатын болды ғой, дегенде: жауын жауса да, жаумаса да ертең міндетті түрде кел. Неге? Деді таңдана қарап. Айттым ғой саған, ұмыттың ба? Қайнағам келеді, деді қулана қарап. Ой, сен де қоймайды екенсің. Керек емес, өзім балалармен алысып жүргенде байды қайтемін. Қайнағам қалаға күнде келе бермейді. Әкесін Алматыға қаратуға әкелген, ертең қайтады екен. Осы сен қалай ойлайсың? 4 балам аздай, енді барып 2 шалды бағуым керекпін бе? Кім кімді бағады? Саған осы жолдың бойында тұрған ұнайды ма? Қайнағам сені балалармен бірге қосып бағады. Қорасында малы бар, огороды бар, үйі де үлкен, тек үйінде 2 еркекке тамақ істеп беретін әйел жоқ. Не ішем, не жейм демейсің, деп Гүлденге қарап тұр. Гүлден қолын бір сілтеп жүріп кетті. Ертеңінде базарға шыға алмай қалады. Баласының мектебіне барады. Кіші қызы ауырып ауруханадан бірақ шығады. Күздің қара суығы бар. Үйдің іші аңыраған суық. Жағатын отын көмір жоқ. Балаларға қыстық аяқ киімі жоқ. Қайсысын түгендерін білмей есі шыққан Гүлден сол күзде амалсыздан Қалдыгүлдің қайнағасына тиіп алады. Қалдыгүлдің қайнағасы ерден шынымен де әкесімен ғана тұратын. Әкесі 80-нен асқан қария. Әйелі осыдан 10 жыл бұрын ауырып қайтыс болған. Алла екеуіне бір перзентті бұйырмаған еді. Міне, қартайған шағында жалғыз қалып әкесін бағып отыр. Қорасында 10 шақты қойы, бұзаулы сиыры бар. Сиырды өзі сауады. Үйдің шаруасына да мықты.
Жасы 50-ден асып 60-қа жақындағанда пенсияға іліну керек. Жұмысын істеп жүре беретін бе еді, әкесіне қарауға шамасы жетпей қиналып кетеді. Содан туысқандар, көршілер болып бұған әйел іздеп жағдайын жасамақшы болады. Алғаш үйге бір-екеу келеді де не ұнатпайтыны белгісіз кетіп қалған еді. Енді міне Қалдыгүл Гүлденді айтып жүріп алып берді. 4 баласымен алғаш келгенде жатырқап жүреді. Уақыт өте келе балалары да өзі де үйренген сияқты. Алла маған әкемді бақсын деді ме, менде бала да әйел де жоқ. Осы әкемнен көңілін аулап, жылы жұмсағын беріп жағдайын жасап отырсаң болды. Балаларыңа алаңдама, мектепке орналастырымын деген. Ерден жұмысқа кеткенде Гүлден әкесімен үйде қалады. Қария 80-нен асса да әлі тың. Сыртқа өзі кіріп шығады. Ақыл есі де дұрыс, алжымаған. Күн бата ерте жатып қалады да таң атпастан тұрып алады. Әкесінің әдетін білетін Ерден бірге тұрады. Шайын тамағын беріп жұмысына кетеді. Үйде қалған Гүлден үйдің тірлігімен айналысады. Әйелі жоқ, 10 жылда 2 еркек тұрды дегені болмаса, үйдің іші мұнтаздай таптаза еді. Тіпті ыдыстарының да сыры кетпеген. Көрпе жастығы да өңді. Басында мән бермеген, артынан таңғала бастаған Гүлден үйді барынша таза ұстауға тырысады. Жалғыз сиырды да уақытында сауып, майын шайқап, айранын ұйытып, табаға нан салып жүреді. Гүлденнің пысықтығына көршілер де таңғалады. Осы әйелден айырылмай енді. Балалары көп демесең, өзі бір пысық екен деп қояды Ерденге. Балалар да мектепке үйреніп, өзі де көршілермен араласып, Ерден екеуі тіл табысып келе жатқан кез болатын. Арада бір жарты жыл өткенде әпкесі Тұрсын келеді. Оның келгенін Гүлден жақтырмай қалады. Әпкесінің сырын білетін ол іштей тына қалды. Жаман емес, тапқан байың бай болмаса да күн көріске жарайды екен, деді үйдің ішін көзімен шолып. Қойшы сенде, бұйырғаны болар, қайбір жетісіп келді дейсің мені. Не болыпты? Ана шалды бағасың, үйін қарайсың, онда тұрған не бар? Балаларымның қарны тоқ, маған да сол жетеді. Пішту, ас шырып едің. Өзің-ақ асырап жүрдің ғой. Сен менің қалай қиналып кеткенімді білмейсің ғой. Көмірге ақша сұрап барғанда да бермедің. Зато жақсы бай тауып алдың. Әйтпесе әлі жүретін едің шылық сатып. Онымен не демекшісің? Үндеме, барлығын өзім реттеймін дейді. Кешкі аста Ерденмен ас ішіп отырып әңгіменің шетін бастайды. Ауылдарың мал баққанға ыңғайлы екен. Жайылым жер көп. Бізде бірен-саран болмаса мал ұстайтындар аз. Бір үйді бір сиыр асырайды деген. Күнделікте тіршілікке жетеді. Ет сатып алмайтын шығарсыңдар. Иә, әркім өз малын сойып жейді ғой. Нағыз ауылдың тіршілігі. Сіңілім де пысық, үйреніп қалыпты. Әкеңде әлі тың екен. Көшеге шығып ел қыдырмаса да есік алды жүріп тұр. Ол да жақсы екен. Иә, әкеме ұзақ ғұмыр. Ескінің көзі ғой, дейді кеше іші пысып зерігетіні бар. Ауыл деген аты бар, ата-бабамыз ұстанып келген салты бар. Сіңілімді алған екенсің, бұрынғының жолы ырым-сырымды қашан жасайсың дегенде Гүлден жалт қарады. Әпкесінен осындай әңгіме күтпеп еді. Ерден сыр бермей, иә, оның барлығын білемін ғой, бірдеңесі болар. Гүлден өзі үндемеген соң бұл әңгіме қозғалмаған еді, деді. Бұған салсаң бәрібір айтпайды. Біз 3 ағайындымыз. Гүлденнен кейін інім бар. Әйелі 2 баласы. Өзім бар, үйдегі шалым 3 балам деп сарнап отыр. Ерден не айтып отыр дегенде ауыз ашылып тыңдап отыр. Ерденге қарап Гүлден ұялып барады. Білдіртпей әпкесін түртіп қояды. Оны ол елемейді де. Маған енді бір алтын сақина. Гүлденнің өзіне сырға дегенде Ерденнің көзі бақырайып кетті. Қайдағы алтын? Алтын тұрмақ сынық темірде жоқ. Мені тонауға келдіңдер ме? Дегенде Гүлден ыршып түсті. Ол заманда бұл заман 4 баласы бар қатынға қалың мал бергенді кімнен көрдің? Ойбай, не болды сонша шошып? Біздікі тек ырымы ғой,
дегенде Гүлден түртіп жіберді. Қойсаңшы, саған біреу сұра деді ме? дейді. Ешкімге ештеңе бермеймін. Әне есік, шығыңдар үйден деп Ерден ашуланып орнынан атып тұрды. Не істерін білмей қалған Гүлден біресе әпкесіне, біресе Ерденге жалтақтай қарады. Не болды сонша ашуланып? Айтсаң да жазықты боласың. Жарайды, бермесең қой, ашуыңды бас, деді. Жоқ, баспаймын. Маған мұндай дүние қоңыз адамдар керек емес. Шығыңдар үйден, деді түнеріп. Түріне қарап Гүлден шынымен қорқа бастады. Қоятын шығар деп әпкесіне қарап қояды. Тартынып тұрған ол да жоқ. Ойбай-ай, бір алтынға бола сонша атылған нес? Бермесең берме, алмаймын. Жарым түнде қайда бар дейсің? Таң атсын кетемін. Гүлден бақытты болса болды, деп еді. Сіңіліңді де ала кет, деп орнынан тұрып сыртқа кетеді. Гүлден отыра қалып жылайды. Тып-тыныш өмір сүріп жатыр едім. Қайдан келдің? Менің өміріме неге араласасың? дейді. Араласпағанда ше? Сен сұрауы жоқ біреусің бе? Құдай-ай, не деген жұмот адам? Бұндай сараңмен бақытты болмайсың. Осы сен маған ақылы айтпай-ақ қойшы, деп ашуланды. Өзінің ыңғайсыз жағдайға тап болғанын түсінген Гүлден әпкесіне жын ұстады. Таңда атып сыртқа шықса, Ерден өз сиыр сауып жүр екен. Оны көрген Тұрсын, мынауың нағыз қатын ғой, бұған қатын алудың да қажет жоқ, дейді. Жинал, бізге мұнда енді орын жоқ, сен барлығын құрттың, деп Гүлден жинала бастайды. Гүлден балаларын алып кетіп бара жатқанда Ерден тоқтатпайды. Осылай әпкесінің арқасында ажырасып Алматыға қайтып келеді. Маған енді жолама, іздемеде, келмеде, дейді. Тағы байға тиетін ойың бар ма? Сен менен кешірім сұраудың орнына мазақтап тұрсың ба, деп ашуланады. Қайдадан пәтер жалдап, балалардың мектебін ауыстырып, өзі жұмыс іздеп қуытыршылық басталады. Бұрынғыдай базарға шығатын мүмкіндік те жоқ. Бір мекемеге аспаздың көмекшісі болып орналасады. Жұмыстан үйге келсе Қалдыгүл отыр. Аман саулықтан соң, сендерді әрең таптым ғой, сен неге кетіп қалғансың? Кет дегенге кете бересің бе? Деді. Енді не істеуім керек еді? Аяғына жығылып жалынуым керек пе? Бір алтынға бола сонша ақырды. Енді еркек адам ғой, ондайды түсінбейді. Оған айтпай жайлап маған айтсаң болар еді ғой. Ана әпкен қайдан пайда болды? Ол да менің басыма жабысқан бір сор. Гүлден, ашуыңды бас енді. Қайнағам қайтсын деп жатыр. Мен не сендерге итпін бе? Кет десе кетіп, кел десе келетін. Бармаймын, қиналсам да күнімді өзім көремін, деп шығарып салады. Абзал Гүлденнің үлкен ұлы. Ауылда тұрмай Ерденнен кетіп қалғандарына қуанады. Ерден сырт көзге бір қарағанда жақсы адам болып көрінгенмен, сараң, қатты адам екенін шешесінен бұрын сезген. Оны ол әрине білдіртпейді. Бірде сабақтан ерте келіп қарны ашқан бұл тоңазытқыштан май шығарып, нанға жағып жеп отырған жерінен тартып алған. Таңғы асыңды іштің бе? Енді түскі аста жейсің. Қораға бар да малға су бер, деп ас бөлмеден қуып шыққан. Оны Гүлден көрген жоқ. Көрсе де не істер еді? Сол үйден кеткеніне риза. Анасына бірде, енді ешкімнің үйіне барып тұрмайықшы. Биыл 9-ды бітірсем, енді өзім жұмысқа да тұрамын. Баласының есейіп қалғанын көрген Гүлден көзінің жасын бір сығып алады. Пәтерден пәтерге көшіп жүріп, жоқшылықтың зардабын тартқан ол өзінің әкесіне өкпесі өте зор еді. Анасынан сұраса, білмейді. Жаман телефонын шықылап жүріп, әкесін ВКонтактеден тауып алады. Әкесін интернет желісінен іздерттей бастайды. Өзінің анасында да интернет жоқ, жаман телефон. Оның өзінде Илинса бірде бар, бірде жоқ. Әкесінің номерін тауып алып іздеп барамын деген шешімге келді. Гүлден тұрақты жұмыс таппай, жұмысын бірнеше рет ауыстырады. Сөйтіп жүріп, бір байдың үйіне жалдамалы жұмысшы, үй қызметшісі болып орналасады. Қолында мекен жайы жазылған бір тілім қағазды ұстап жүріп, Алматының жоғары жағындағы аудандардан дарбазасы биік 3 қабатты коттеджге келіп тоқтайды. Қоңырауын басып, біраз тұрып қалады. Әйтеуір бір кезде қолында тырмасы бар еркек есікті ашып кіргізеді. 3 қабатты үйдің артқы жағынан ішке кіргенде
алдынан жасы 50-ге таяп қалған орта бойлы тығыршықтай бір сары әйел шығады. Танысып, жөн сұрап болған соң, бұрын осындай үйлерде жұмыс істеп көрдің бе? дейді. Жоқ, онда жүр, мен саған жұмыспен таныстырамын. 3 күн сынақ, ұнасаң қаласың, деп алдыға түсіп алып үйді бір аралатып шығады. Өзі аузы бір тынбай сөйлеп келеді. Үстіңгі қабатта тек жатын бөлмелер, мына есік қана жабық тұрады. Оған рұқсатсыз кіруге болмайды. Қалғандарына кіріп жинай бересің, деп әр бөлменің есіктерін ашып көрсетіп жатыр. Бірақ үйде екеуінен басқа ешкім жоқ. Соған қарағанда үй иелері үйде емес. Мынау әжетхана, мында кір жуасың, мында үтіктейсің деп сөйлеп келеді. Гүлден бірін тыңдаса бірін тыңдап тұрған жоқ. Оның көзі үйде, бөлме есіктерінде, аспандағы жарқыраған люстралар мен жалтылдаған аппақ еденде. Бұрын соңды мұндай үй көрмеген, ол барлығына таңдана қарап келеді. Ас бөлмеге кіргенде ыдыстарды, небір техниканы көре бастайды. Сен бірақ тамақ істемейсің, тамақты аспаз өзі жасайды. Сенің міндетің осы бөлменің де тазалығына жауап беру. Мен де арасында көмектесемін. Мен осы үйде қожайынның көмекшісімін. Қожайындар бүгін үйде жоқ. Ертең кешке бірақ келеді. Жұмысқа ертең шықсаң болады, деп Гүлденді шығарып салады. Алғаш бір аптада Гүлденнің аузы ашылып, әр нәрсеге бір таң қалып жүреді. Қожайындардың бұнда шаруасы жоқ. Гүлденнің жүргенін елемейді де. Тек жұмысқа келгенде Райгүл бастықтың көзіне көрініп, соған есеп беріп жүреді. Алғаш Гүлденге барлығы қызық, әдемі, жаңа болып көрінеді. Сырттағы бассейн, жайқалып өскен гүлдер, ортадағы фонтан, құдды бір хан сарайында жүргенде әсерде болады. Аулада тұрған 4 көлік, бас-басына бір машина. Қожайындардың ішкен жеген тамағы, киген киімдері де ерекше. Не деген байлық, не деген бақыт деп таңдана қарап, осылайда адамдар өмір сүреді ғой, деп өзінің өмірін салыстырып, көңілі түсіп кететін кездерде болады. 3 күн сынақтан өтіп, тұрақты жұмыс қалады. Осылай жаңа жұмысына үйреніп, байлардың өміріне қызыға қарап жүреді. Интернет желісін ақтарып жүріп, Абзал әкесін тауып алады. Ең алғаш көргені әкесі Айбол басқа бір әйелмен жүр екен. Гүлденді тастап кеткенде қолына кіріп алған әйелі өзінен бірнеше жас үлкен, қара торы келген, қысқа шашты біреу еді. Мынауы мүлде басқа адам. Осының өзі әкесіне жеркеніш тудырады. Ақылдасқан жерге кездесуге келеді. Балам, қалайсың? Өсіп жігіт болып қалыпсың ғой, деп басынан сипамақ болып қолын созғанда, бұл басын бұрып алып кетеді. Қанша жерден ашуланбаймын деп дайындалып келсе де, даусы дірілдеп тұтығып кетеді. Саған өмір сүрген оңай шығар, иә? Баланы туғыздырып алып жүрісің мынау. Қой, олай деме. Қайтедей мынау? Мен көп сөйлемеймін, маған ақша керек. Оны қайтесің? Тамақ аламын, үйде жейтін тамақ жоқ. Шешең қайда? Жұмыста. Бересің бе ақша? Бергенде менде қазір ақша жоқ. Сенде қашан ақша болып еді? Қашан тауып бересің? Енді 1-2 күн тұра тұр. Онда 2 күннен кейін хабарласамын, деді де бұрылып алып жөнелді. Ей, мынау қайтедей, деп қыбыртықтап Айбол қалды. Өсіп қалған баласына мұндай қылық күтпеген еді. 2 күн өткенде баласы қайтадан хабарласқанда, Айбол шындап шошиын деді. Балам, мен әлі ақша таппадым. Саған қанша керек, деді. Сен өзің жұмыс істейсің бе? Иә, жұмыс істеймін. Сонда да айдың соңы қайдан ақша болсын? Ертең тағы хабарласамын. Тоқта, мамаңның номерін берші маған. Оны қайтесің? Бұдан бұлай менімен ғана есептесесің. 4 балаң бар екенін ұмытпа. Олар үйде аш отыр, деп тұтқаны қоя салды. Есі шыққан Айбол не істерін білмей тұрып қалды. Қап, мынаның қорлығын-ай. Гүлденді табу керек. Балаға ие болмай не істеп жүр, деп өзінше ашуланды. Гүлден мына үйге келіп жүріп бір байқағаны, үй иелерінің өмірі бір күліп қуанышта жүргенін байқамапты. Қожайын
Жасы 50-ге тақап қалған, шұжық консерві жасайтын бірнеше цехы, базарда ет сататын орындары бар кәсіпкер екенін Райгүлден білген. Үнемі жұмыс басты болып жүреді. Үйге келгеннен кеткені тез. Әйелі ұзын бойлы, өте арық болғанда жаман екен. Сүйектері адырайып тұратын шала қазақ біреу. Бір сөзі қазақша, бір сөзі орысша, адам жақтырмайды. Үнемі бөлмесінде отырады. Далаға шығып әрі-бері жүруге қиналатын адам сияқты. 3-ші қабаттан түсемін дегенше ішің пысады. 2 қыздары бой жеткен, оқуды да бітірген, бірақ әлі тұрмысқа шықпаған. Шығуға да асықпайтын сияқты. Әкелерінің ақшасын оңды-солды шашып жүргендеріне мәз. Бүгінде міне Рәбия 3-ші қабаттан асықпай түсіп келеді. Жарым беліне келгенде ентігіп қалғандай ма? Теңселіп тұрғанын көріп қасына жетіп барды. Төмен түсуіне көмектесті. Далаға шығамын дегенде ишарат білдірді. Алғаш түбіндегі ұзын орындықтардың біреуіне келіп отырды. Рахмет, су әкеліп бересің бе деді. Гүлден су әкелді. Қыздар келсе, маған қайтарсыңдар деді. Қыздар келген кезде қасына барып айтты. Қыздары да бірақ анасына жоламады. Келеді деп ойлады ма екен, сыртта біраз отырды. Қыздар келмеген соң орнынан тұрып жоғары жатын бөлмесіне кетті. Кешкі аста тамақтанып болған қожайын бірінші болып тұрып кетті. Артынан қыздар да кетті. Стол басында жалғыз қалған Рәбия көңілсіз әлі отыр. Ешкімге керек болмай қалған адам сияқты үнсіз. Көзінде бір мұң бар. Гүлден бір оңаша қалғанда Райгүлден: Рәбия науқас па? Түрі нашар екен, дейді. Иә, ауырады. Қожайын бар ақшасын шашып апармаған жері жоқ. Өкпе ғой құрыған. Қыздары қатыгез, аналарына жоламайды ғой. Ол оның қыздар емес. Қожайын жасырақтау болған кезінде басын айналдырып алған ғой, байлығына қызығып, басқа еркек таппағандай. Әйелін тастап кеткен екен. Ана әйелі ақылы бар екен. Мына 2 қызын күйеуіне әкеліп тастапты, баға алмаймын деп. Ол кезде бұл қыздар кішкентай болған екен. Әлі мектепке де бармаған. Аналарын сағынатын шығар. Аналарына барып тұрады. Ол да пысық әйелге ұқсайды. Мына байлықтан айырылсын ба? Қыздарын әдейі тастап кетіп отырды. Ал Рәбияның сонда баласы жоқ па? Жоқ, тумаған. Алла бермеді ма? Жоқ, біреудің жасағаны ма? Бала жоқ дегенде Гүлден сұраулы көздерімен таңдана қарады. 1-2 рет түсік тастағанға ұқсайды. Қиын жағдай екен онда, деп ойланып қалды. Сол күннен бастап Гүлден Рәбияны бақылап жүреді. Рәбия жұмысқа бармайды. Аптасына 2-3 рет ауруханаға барып келеді. Ондай күндері дайын такси шақырады. Жарты күн далада жүріп келгеніне шаршап қалады. Келген соң тұрмай жатады. Кейде кешкі асқа да келмей қоятыны бар. Бір күні қожайын әйелін демалуға 10 күнге шипажайға жібереді. 10 күн Рәбия үйде жоқ. Қыздар білген істейді. Арасында достарын шақырып, үйдің ішін шулатып шашып кеткендері бар. 10 күн дегенде Рәбия қайтып келеді. Өңі кіріп, жақсы болып қалған сияқты. Алатаудың таза ауасы әсер етті ме, көзге жақсы болып көрінді. Сонда да Гүлденнің Рәбияға жаны аши бастады. Мына тұнып тұрған байлықтың не керегі бар? Бақытты бола алмасаң. Өзінің күні жақсы ма деп ойлап қалды. Жұмыстан шаршап үйіне барғанда күтіп отырған балалары бар. Мамалап осы күндері ас үстіне түседі. Абзалы биыл 9-шы сыныпты бітірсем жұмысқа шығамын, ақша табамын деп қояды. Осының өзі бақыт емес пе? Әлі қолғанаты болып шыға келеді. Түске таман телефоны шар ете қалды. Белгісіз номерде кім болды екен деп ойлағанша арғы жақтан: Гүлден, сен ба? Сенің номеріңді әрең таптым ғой, деп Айбол сөйлеп тұр. Көптен бері сөйлеспеген, таң қалды. Мені қайтейін деп едің, деді амандаспағанына жын ұстап. Абзалға сен не деп оттап жүрсің? Маған неге жібересің? Жіберген нес? Оны қайдан көрдің? Мен тауып алып келді маған. Не дейді сонда? Ақша сұрады. Баланы неге жібересің маған? Мен оны жіберген жоқпын. Өзі тапқан ғой. Қанша сұрады? Қайтесің оны? Сұрады ғой.
Бердің бе? Жоқ, бермедім. Жоқ, ақшаны қайдан тауып беремін? Осы сенде қашан ақша болып еді? Балаң бір ақша сұрап барған екен. Ақша бере алмасаң қандай әкесің сен? Деп ашуға булығып айқайлай жөнелді. Сен қатын түк өзгермеген екенсің. Маған келмесін, беретін ақшам жоқ, деп тұтқаны қоя салды. Қаны басына шақ шығып Гүлден қалды. Кезінде өзі ғашық болып қосылған адамы неге 4 бала туып берді? Сан сұраққа жауап таппай жынданды. Кешке үйге келгенде бірден Абзалға шүйлікті. Әкеңді іздеп барып неге ақша сұрайсың? Жеткізді ма? Біліп едім. Ақша бермейтіні бар, бірден неге айтпайды? Сұрама одан, ақшасы жоқ оның. Жұмыс істемейтін адам саған қайдан тауып береді? Беруге міндетті. Ол санасыз ол. Өз басын алып жүре алмайтын адам сені қайтсын? Мен бәрібір ақша сұраймын. Сен неге қырсығып алғансың, балам? Жек көрем оны. Ұялмайды, басқа қатынмен жүр. Сондай әкем барына намыстанамын. Қоя ғой, балам. Содан үлгі алмасаң болды. Оған жоламашы. Мен оған бәрібір барып ақша сұраймын, деп тістеніп алған. Гүлден баласының көп көрім өсіп қалғанын байқады. Қыздары да өзі келгенше үйдің ішін мұнтаздай қылып жинап қойған екен. Іші тар, күңгірт бір бөлмелі пәтеріне қарап отырып, қожайынның үйін көз алдына елестетіп кетті. Сондай үйі болса, балалары бассейнге шомылып, өзі күнге қыздырынып жатса, шіркін. Осы кезде қожайынның 2 қызы есіне түсті. Байдың ерке қыздары сол үйде өскен. Олардың тәртібі, сөздері, жүріс-тұрыстары мүлдем басқа. Адам менсінбей қызметшілерге тәкаппарлана қарайтын, әкесінің ақшасын оңды-солды шашып жүретін қыздар әрине сондай болып өседі. Арада 3 ай өткенде Рәбияның жағдайы нашарлап, ауруханаға жатып қалады. 2-3 күнде қожайын іссапармен басқа қалаға кетеді. 2 қыз сол кезде өздері қалып құтыра бастайды. 3-ші күн дегенде үйге өздерінің аналарын ертіп әкеледі. Мама, не ішесіз? Шырын болса болды, қызым. Бүгін осында бізбен қалсаңызшы, папам ертең бірақ келеді. Жақсы, онда кешке не істейміз? Деп үйдің ішін тайраңдап аралап кетті. Түнімен ішіп жеп ойларына келгенін істесе керек. Гүлден келген кезде үйдің іші астан-кестен шығып жатты. Рәбия ауруханадан шығатын күні 2 қыз әкелерімен қатты ұрсып қалады. Дауыстары жаңғырып төменге дейін естіледі. Сондағы олардың айтатыны: мамамнан қай жер артық? Бізді анамыздан ажыратып алған әйелін қарқ қылды ма? Мен мамаммен тұрғым келеді, деп айғайлайды. Осы кезде Гүлденнің есіне Абзал түседі. Дәл осы күндері оның баласы да әкесімен өштесіп ақша сұрап жүрген емес пе? Сол ақшаны керек те қылмайды. Бар ойы әкесінен өшін алу. Бала өссе осы, өзінікін істейді. Бір шетінен кімге жаны ашитынын түсінбей қалды. Мүмкін қыздардікі де дұрыс шығар. Оларға да ана керек. Рәбия ауруханадан шықса да денсаулығы жақсармады. Ұзаққа бармай ана дүниеге аттанып кете береді. Гүлден енді бұл үйде қалғысы келмейді. Тұнып тұрған байлықтың ішінде өмір сүріп жатса да ешкім бақытты емес. Рәбия кеткеннен кейін қожайын еңсесі түсіп, өмірден түңіліп кеткендей жалғыз қалды. 2 қыз әкелерін тастап аналарына кетіп қалды. Даңғарадай 3 қабатты коттеджде жалғыз қалған қожайын жұмысқа бармай жатып алды. Құдай өзі кешірсін, айтқан аузым жазықты. Мына 2 қыздың анасы мен Рәбия бір кездері бір универде оқыған. Жақсы құрбылар болыпты. Заттарын жинап жүріп суреттерін тауып алдым. Кейіннен Рәбия орталарына түсіп ажыратып алған ғой. Осының түбіне мына 2 қыз жетті деп ойлаймын, деді Райгүл. Қой, соншалықты қатыгез емес шығар. Қазір жастардан барлығын күтуге болады. Өздері білмесе де анасының айтуымен жасауы да мүмкін ғой. Қожайынға жаным ашыды. Енді өзінің басы жоқ па? 2 қызы әдемі әйелі бола тұра неге адасты екен? Ортаға шайтан кірмесін де, деп екеуі сөзді аяқтады. Гүлден осы күндері өзгеріп жүрген
Абзалды ойлап шошып кетті. Әкесіне бір нәрсе істеп қоймаса болды деген ой мазалады. Баласының қатыгез, суық болып өскенін қаламады. Көпке бармай Гүлден бұл үйден жұмыстан шығып кетті. Балам, мен сені ойлап қайғырып жүрмін. Әкең қандай адам болса да, жүрегіңе өшпенділік отын ұялатпа. Әкеңнен аулақ жүр. Біз де жақсы күндерге жетеміз, тек төзімділік керек деп баласына айтудан шаршамайды. Әр айтқан сайын Абзал тебініп, қоңқылдап қалатын. Осы баласының мінезі кімге тартқаны белгісіз шошитын болды. 9-ды бітірген соң Гүлденге айтып жүріп, Абзал мектептің кешкі оқуына ауысып алады. Өзі уақытша жақсы бір жұмыс тапқанша деп жұмысқа шығады. Жұмыс дегенде сол жасы толмаған баланы кім алсын? Жастайынан әркімнің қолында бір қара жұмыс істеуіне тура келеді. Тапқан табысын анасына береді. Жартысын өзіне жұмсайды. Жаз айларында құрылыста жүреді. Қыс айларында үйлердің ішкі жұмыстарын жасап жүреді. Балаң өссе, баланың шығыны да көбейеді деген. Бұрынғыдай аз ақшамен күн көру қиындай береді. Ендігі күнде Гүлденге екі жерде жұмыс істеуіне тура келді. Мен кезінде мектепте оқымағаныма өкінемін. Оқысам, бір жақсы жерде оқып, қолымда дипломым бар, жақсы табыс тауып жүретін едім. Міне, көрдіңдер ме, әр жұмыстың басын бір шалып жүрмін. Сол себепті сабақты жақсы оқыңдар, деп балаларына ақыл айтып отырады. Осы күндері тұрып жатқан пәтер иесі орыс кемпірі баба Надя. Жалғыз қызы бір кәріске тұрмысқа шығып, Кореяға кетіп қалған екен. Басында хабарласып келіп те тұратын. Қазір хабарласпағанына 10 жылдай болып қалыпты. Ұлы одан бұрын әскерге кетіп, қайтып келмеген екен. Қартайған шағында өзіне қарайласатын адам болмаған соң, қасына адам кіргізетін болған. Гүлденнің тұрып жатқанына да 3 жылдай болып қалды. Бұрын салынған 4 бөлмелі қуықтай үйдің бір бөлмесіне өзі жатып, қалған бөлмелерін Гүлденге босатып берген. Жасы 70-тен асып кетсе де, үйі есіктен төрге дейін гүл өсіреді. Қартайғанда айналысатын бар ермегі сол болса керек. Гүлдерге адам құсап сөйлеп, бір жерден екінші жерге ауыстырып, дәрілерін сеуіп жүреді. Екінші бір ермегі мысығы, моркасы. Кемпірдің бар әңгімесін түсінеді. Сары ала мысық та кәрі болғандықтан пырылдап ұйықтағаннан басқа ештеңе білмейді. Алғаш Гүлден 4 баласымен кірген жылы онша жақтыра бермейтін. Гүлден күнұзақ жұмыста, балалар үйде. Күнұзақ солардың үйге кіріп шығып жүргенін аңдып жүретін. Бір күздің қара суығында өзі ауырып жатып қалады. Гүлден жұмыста. Сол кездері қыздары бәйек қағып орыс кемпірге қарайды. Шайын қайнатып, жедел жәрдем шақырады. Емделіп ауруханада жатып шығады. Ауруханаға жатқан күннің келесі ертеңінде артынан Гүлден тамақ апарғанда қатты таңғалады, әрі қуанып қалады. Келесі күндері Гүлден келмесе де бірде ұлы, бірде қызы барып тұрады. Содан бері баба Надя өзгерген. Балаларды жатсынбай қайта зейнетақысын алғанда тәтті тамақтарын аямайтын. Баба Надя, ет астым, тамаққа келіңіз деп шақырады. Өткендегі қазыма иісі мұрынды жарып кетті ғой деп мәз болатын. Мына жолдың шетіндегі жасыл шарбақты үйде бұрын Вера тұратын. Екеуміз құрдас едік. Қан қысымынан кетті байғұс. Кейде ол маған, кейде мен оған барып тұратынмын. Сол Вера карта ашатын. Мен сенен бұрын кетемін. Сен менен кейінде жүресің. Ажалың судан болады дейтін. Алжыған қақпас, айналамда су жоқ, қайдағы су деп әңгімесін айтады. Көктемнің жылы күндерінің бірінде барлық гүлдерінің топырағын ауыстырып, оған қыздар көмектесіп, үлкен жұмыс тындырғандай мәз болып қалатын. Бұрын мына көршілердің барлығын танитынмын. Бір-бірімізбен жақсы араласып тұратынбыз. Қазір барлығы кетті, көшті. Қалса да балалары, немерелері тұрады. Бұл күндері ешкіммен араласпайтын болдық. Білесің бе, неден қорқамын, деп Гүлденге қарайды. Неден дегендей Гүлден таңдана қарайды.
Мына үйде жалғыз қалып өліп қаламын ба деп қорқамын. Қойыңыз, олай болмайды. Вера құрбым солай кетті ғой. Қыстың суық күндерінде далаға шыға бермейміз. Үйінде жалғыз өзі жатып қалыпты. Қиналғанда қасында тірі жан болмаған. Солай неше күн жатқаны белгісіз. Полиция келіп тапқан. Есікті ашып кірген жерде еденде жатыр екен. Сондай жалғыздықтан қорқамын, деп күрсінеді. Көктемге қарай баба Надя Гүлденге тосын сый жасады. Қанша өмірім қалды дейсің? Шайтан болып кетпейміз. Қызымның келмегеніне біраз жыл болды. Соңғы жылдары оның мына өмірде бар екеніне күмәндана бастадым. Аман болса келер деді. Тіпті көзіне жас алып жыламады да. Соған қарағанда жылап-жылап көз жасын тауысқан сияқты. Мен кеткенде дұрыстап жерлесең болды. Мына үйімді саған тастаймын дегенде Гүлден қатты таңғалды. Сенер-сенбесін де білмеді. Сен бақытты жансың, балаларың бар. Қартайғанда сені тастап кетпейтініне сенемін. Қазақтар ата-аналарын тастамайды, бағады ғой. Мен күйеуім қайтыс болғанда, ұлым да қызым да әлі бала еді. Өскен соң екеуі де тастап кетті, деп күрсінеді. Баба Надя көп жүрмеді. 2 жылдан соң арғы дүниеге кетті. Кетерінің бір апта бұрын Гүлденге түсімде ұлымды көрдім, қызымды көрдім. Қанша жыл өтсе де әлі қартаймапты екеуі де. Сол қалпында жап-жас. Менің күнім аз қалды дейді. Балалар шошып қалмасын деп Гүлден жұмыстан сұранып үйде бір апта жатады. Баба Надяға күтім жасап қасында отырады. Айтқандарын істеп шіркеу қызметшісін шақырады. Жерлеп болған соң көңілсіз күйге түседі. Мүмкін бауыр басып қалғаннан ба, жоқ әлде осындай жолмен тегін үйге ие болғысы келмегеннен ба. Бір күні қызы, мама, мынау енді біздің үй ме? Деп сұрайды. Иә, қызым, біздің үй. Құдайдың бізге назары ауған болар. Үйлі болдық. Міне құжаттары дейді. Олай болса үйімізді ретке келтіріп, жаңа дүниелер алайықшы. Асықпа қызым, барлығына үлгереміз деп қызының маңдайынан сүйеді. Міне осылай Гүлден баспаналы болып, өмірінің келесі белестеріне аяқ басады. Әңгіме ұнаса, пікір жазып, лайк баса отырыңыздар.